Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қуанышев Жанболат. Тасмала жалпы орта білім беретін мектебінің география пәнінің мұғалімі боламын. Және де экомектеп жобасының жетекшісі болып тағайындалдым. Енді біздерде экомектеп жобасы 2022 жылдың 1 ақпанынан бастап осы жобаға қосылған болатынбыз. Осы аралықтарда біздер экомектеп жобасына ұзақ мерзімді жоспар жасақталған болатын. Сол жоспарға сәйкес көптеген іс-шаралар біздің мектебімізде өткізген болатын. Соның бүгінгі номинациясы үздік оқу әдістемелік жұмыстар номинациясы бойынша өз жұмысын көрсетемін. Экомектеп құжаттары, бұның ішінде біздерде экомектеп жобасының кеңес құрамы, оның ішінде экомектеп паспорты, ұзақ мерзімді жоспарымыз және бұйрықтарымыз осының барлығы нақтыланған. Және келесі кезекте біздің көрсетіміз экомектеп бұрышымыз. Бұл бұрышымыз дәл сол уақыттан бастап, құрылғаннан бастап бірден жасақталды. Біздің мектебіміздің 2-ші қабатында орналасқан. Және де ең алғаш MX құралдарын қолданып өткен ғылыми жұмыстар. Бұл яғни бізде оқушылармен қызықты түрде өткізген болатын. Негізгі бұл жазғы мектеп уақытында 2022 жылы ұйымдастырылды. Одан кейін оқу әдістемелік жұмыстар бөлме өсімдіктерін сабақта тәжірибе үшін қолдану бойынша оқушылармен зерттеу нәтижелері, мақта жіптері, пигменттері, бояулары, осындай жұмыстар бізде жүргізілген болатын 6-шы сынып оқушыларымен. Және де өсімдік әлемі тақырыбында өткен сыныптан іс-шарамыз ұйымдастырылған болатын. Енді біздің мектебіміз негізгі экомектеп жобасында болғандықтан ішкі көгалдандыру жұмыстары өте қарқынды, үнемі жиі бақылауда болатын. Соның міне біз сіздерге фотосуреттерін ұсынамыз. Біздегі яғни мектебіміздегі гүлдердің отырғызылуы. Ішкі көгалдандыру жұмыстары қарап өтсеңіздер. Осы ішкі көгалдандыру бойынша гүлдерді күтіп баптау жұмыстары мектеп оқушыларымен бірге ұйымдастырылған. Әрдайым үнемі бізде ұйымдастырылып отырады. Және де ішкі көгалдандырудан да бөлек бізде сыртқы мектеп ауласында үлесіміз бар, және сол сыртқы көгалдандыруда жұмыстары жүргізіліп отырады. Яғни гүл тұқымын отырғызу сәттерінен фотосуреттер. Және біздің мектебіміздің ауласындағы гүлзарлар. Сыртқы көгалдандыруымыз. Және де енді жыл сайынғы біздерде жоба бойынша ағаш отырғызу акциялары ұйымдастырылып тұрады. Көптеген осындай акциялардың бірі мектеп қызметкерлерімен, кіші қызметкерлер, мектеп мұғалімдері, ұстаздар және түлектермен осындай ағаштар, түрлі жеміс-жидек ағаштары, осындай ағаштар бізде отырғызылады. Сыртқы көгалдандыру сәттерінен мектеп қызметкерлерімен бірге осы көптеген ағаштар отырғызылды. Яғни осы аралықта бізде 100-ден астам ағаш отырғызылды мектеп ауласында. Түлектердің ағаш отырғызу шарасы бұл да бізде жыл сайын ұйымдастырылып тұрады. Яғни түлектер өздеріне түлеп ұшқан мектептеріне арнап осындай ағаш түптерін жүргізеді. Енді біздерде жыл сайынғы құстар күніне орай бастауыш сынып оқушылармен, үлкен сынып оқушылармен болсын ұя отырғызу сәттері болып тұрады. Көптеген ұялар мектебіміздің яғни ағаштарына орналастырылды. Сол сәттерден фотосурет. Мектеп ауласында әрдайым күз мезгілінде және көктем мезгілдерінде қоқыстан тазартылып отырады. Табиғат аясында біздер мектеп ұжымымен бірге қатар осындай қызықты балалармен бір жыл сайынғы бір қорытынды ретінде осы табиғат аясында мектеп ұжымы жиналамыз. Көптеген жақсы экологиялық бағытта түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Және бізде соңғысында тек қана біздер бұл немен шектелмейміз. Өзіміздің ауылымызда, яғни Жіңішке өзенінің жақын орналасуына байланысты көптеген бұлақтардың көздері ашу бойынша жұмыстар жүргізіліп отыр. Соның бірі таза жағалау бойынша жұмыстар және бұлақ көздері ашу бойынша оқушылармен біраз жұмыстар атқарылды. Сол сәттердің бірінен
оқушылармен бірге түскен фотосуреттеріміз. Бұл негізгі біздің мектебіміздің жұмыстары, көптеген жұмыстар біздің мектебімізде атқарылды. Экомектеп жұмысы әрі қарай да жалғастырылады. Биылғы жылғы оқу жылында да жазғы уақыттарда да, қысқы уақыттарда біздер үнемі жұмыс жасаймыз. Алдағы уақытта жұмысымыз жандана береді деп үміттенеміз. Назарларыңызға рахмет.